Келіңдер балалар, жетілақ ертегісін бірге тыңдайық. Ертегі тыңда балақай, құлағыңды сал мұқият. Ормандағы бір үйде болған екен бір ғажап. Жасыл орман ішінде кішкентай бір үй барды. Ешкі ана сол үйде жетті лақпен тұрады. Лақтары аппақ еді, секіріп ойнап күлерді. Анасы оларды жақсы көріп ертеге айтып берерді. Бір-екі, жеті лақ, көңілде аппақ ақ. Анамызды тыңдаймыз, әрқашанда сақ болсақ. Бір күні ешкі ана азығы іздеп жолға шықты. Үйде отырыңдар лақтарым, есікті ашпаңдар мықты. Қасқыр келсе алданып, ашып қоймаңдар есікті. Мен келгенде даусымды танысыңдар бесікті. Бір-екі, жеті лақ, тату тәтті аппақ ақ. Бөттенге біз сенбейміз, әрқашанда сақ болсақ. Анасы кетіп қалған соң тіктір кетті есікте. Қасқыр келді сыбырлап, аш балалар тезіректе. Даусы қатты қорқынышты, тырнағы да қара екен. Лақтар айтты бірден ақ, Бұл анамыз емес екен. ашпаймыз біз есікті. Анамыз жұмсақ сөйлейді, табаны да аппақ, қой ал сеніңкі қара дейді. Қасқыр ашуланып кетті, айласын ойлап тапты да. Un сеуіп ақтамын, даусын жұмсарты тағы да. Бір-екі, жеті лақ, қорықсақ та тұрдық нақ. Ақылменен іс қылсақ, қиындықтан шығамыз ақ. Қасқыр қайта келді енді, даусы тәтті жұмсақты. Лақтар сеніп қалды да, есікті ашып тастапты. Қасқыр кірді тарпа бас салып, лақтар қашты тығылып. Бір шкаф, бір төсек, бір пешке тығылып. Алты лақты жұтып ап, қасқыр кетіп қалады. Ең кішкентай жетінші лақ сағатта тығылып қалады. Үй тым-тырыс болып қалды, күнде батып барады. Сол кезде ешкі ана үйіне қарай ағады. Бір-екі, жеті лақ, ана келді жүрек ақ. Балаларын іздеді, көзіне жас толып ақ. Қайда менің лақтарым?